Сымбат ханым 16 желтоқсанға арнайы съемка ұйымдастырып жатырмыз. Қасында бізде Айгерім ханым, визажист номер 1 Қазақстанда. Ал біздің ең мықты мобилограф, жылдың мобилографы Балнұр ханым күшті видеолар түсіреді. Келесі бізде стилист Жансая ханым. Сәлем достар, бүгін күшті образдар болады. Сымбат ханымды жаңа қырынан көресіздер. Керемет. Бізде мына жақта видеограф мырза бос емес екен, дайындалып жатыр. Бір көрсетіп жүрейік. Кино түсіретін, клип түсіретін ең мықты видеограф. Қалай Сымбат ханым? Барлығы проф, мықты дайындалып жатыр. Мен жай ғана келіп жылап түсіп жатыр. Қазір алғашқы образбен, бірінші переходпен видеоны бастайын деп жатыр. Әлі бастамадық. Жасыл фонның бәрінде әдемі локациялар болады. Біздің басты организатор Гүлнұр Серікбай. Қалай болып отыр сен? Білмеймін, қазір келдім. Мен ассистенттім ғой, мен дайындап қойғам орнына. Иә, мен орныма осы кісі жұмыс жасайды. Мен бос емес кездерде. Бір, кетті. Переходтың екінші образы. Сымбат ханым, қандай рөлдесіз мына образбен? Тәуелсіздік алып, қуанып жатқан апаларымыздың, әжелеріміздің үйдегі келіннің роліндамын. Ернім прям діріліп кетті ше. Иә, четко көріп жатыр. Сымбат, бизнес-коуч Сымбатқа актер Сымбат болған қалай екен? Өте қиын. Сол жерге кіріп, прям душой, жаныңмен чувствовать етіп, сезініп, қазір байқап атсаңыздар, даже ернім дірілдеп жатыр, ернім даже жағым ашылмай жатыр. Ентігіп тұрмын. Актрисаларды енді түсіндім. Короче, сіздерге андай не беруге, не алады, не де? Короче, актрисаларға, барлық Қазақстанда актрисаларға басым дейдім. Сіздерге Оскар беру керек. Келесі образ. Дайындық. Секунда естіп тұрыңыз да. Бүйтпей ақ қойыңыз. Тұра бересіз. Тірі болсам бізді жай түсіресіз. Болдық дейм. Пауза. Есть. 3. Басталды. Мен формаңыз күшті жарасып тұр ғой, прям. Сіз кәсіпкер болмағанда кім болатын едіңіз? Актриса. Актриса болатын едім. Негізі әйел адам барлық рөлді алып жүре алады. Оған күші де, ішіндегі рухы да, жігері де жетеді. Сондықтан тоқтатпау керек өзіңді тоқтатпау керек, алға қарай ұмтылу керек. Әйелдің қолынан барлық рөл келеді. Манчик Маметова болып тұрсыз. Ғана мереке емес, бұл ата-бабамыздың арманы. Тәуелсіздігіміз бұл жай мереке емес. Бұл Образ.
апаның рөлі бар ғой. Сол ентігіп сөйлеген кезде сол неге уже үшінші рет, төртінші рет қайталағанда уже мен сол состояниеға кіріп кеттім да. И кәдімгі ауыр болды маған, уже ернім қимылдамай қалды ғой соңғысында. Аузым ашылмай, жағым ашылмай қалды. Бізде соңғы сахна. Сымбат ханым, бұл соңғы образ ғой сізде. Өте күшті болып тұрсыз. Сізге қай образ қаттырақ ұнады? Больше маған енді осы қазақша әйелдердің, қыздардың нәзіктігін көрсете алатын, әдемілігін көрсете алатын, осы біздің салт дәстүрімізді көрсете алатын, қазақтың қыздарының қандай әдемі екенін көрсете алатын, осындай әдемі қазақша киіммен түскенім образым қатты ұнады. Негізі күнде киіп жүргім келеді, бірақ бізде енді онша қатты не емес, Маңғыстау жақта енді қатты осы біздің салт дәстүрді қатты ұстайды ғой, бірақ бізде енді мына Шымкентке, оңтүстік облысына осындай анда-санда, енді күнде болмаса да, негізі наурыз айында болса да, бір ай бойы осылай киіп жүрген, енді менің ойымша дұрыс деп есептеймін. Сол кезде біз салттар дәстүрімізді ұмытпаймыз. Өзіміздің мына ұлдарымыз, қыздарымыз өсіп келе жатыр, жақсы осындай өнеге береміз деп сондай ойдамын. Енді результат күтеміз. Каналға тіркеліп, лайк басып, достарыңызға жіберіп қойыңыздар. Қолдауға ұмытпаңыздар. Әрбір қайсыңыздың қолдауыңыз мен үшін маңызды.